Шыңғыс хан Ибрахим пайғамбардың ұрпағы ма? Және жаңбыр жаудыратын наймандар туралы. Ибрахим пайғамбардың үшінші әйелі Кентура түрік еді. Ол 3 ұл туды. Ал Ибрахим пайғамбар Аллаға дұға етіп, бұл 3 ұлына әулиелік қасиеттер сұрап береді. Мәселен, олар мәлім дұға оқып, суға тас лақтырса, аспанда найзағай ойнап, дереу жауын жауатын еді. Осыған ұқсас тылсым дұғамен жаңбыр жаудыру әдісі Найман хандығында да болған. Мәселен, наймандардың мәлім тасты суға лақтырып, жауын жаудыратындығы Хиуа ханы Бахадүр хан жазған түрік шежіресінде айтылған. Ал Бахадүр хан Шыңғыс ханның ұрпағы болып келеді. Демек, осыдан 1000 жыл бұрын өткен наймандар Ибрахим пайғамбардың осы 3 ұлынан келе жатқан жаңбыр жаудыратын сырлы әдісті сақтап келген. Бұл тасты кейде жануарлар денесінен алатындығы да айтылған. Бұл тасты түріктер жедел тасы деп атаған. Ол тасқа ертеде түркілер таласып көп қырғын болғаны да деректерде жазылған. Бірақ осы тас немесе осы киелі өнер Найман хандығы құлаған соң олармен бірге ғайып болған. Бұл кие немесе өнер Найман хандарының манағы 3 ұлдың ұрпағынан екендігін білдіруі де мүмкін. Әйтпесе бұл киеге Найманның біліге хандары қалай мұрагер болған. Ал Бахадүр хан еңбегінде түрік, Қытай, Моңғол, орыс, сылау бәрі бір туған. Олар Нұхтың ұлы Иефес пайғамбардың ұрпағы дейді. Сонымен Ибрахим пайғамбардың манағы 3 ұлы Орта Азияға, анасының түркі жұртына барады. Ал олар түркі жұртында мықты шығып, түркілер олардың киесі мен батырлығына тәнті болады. Оларды мойындап, өздеріне қаған етеді, және олардың ұрпақтарын ғана хан тұтады. Ал соғыста немесе хандық таласта олардың ұрпақтарына қылыш тиіп, қаны жерге тамып өлсе, сол жерге көп жыл жұт болып, елді апат жайлайтын еді. Сондықтан түрік-моңғол жұртында хандары бірін-бірі өлтірсе, қан шығармай оларды теріге орап, суға ағызып өлтіретін жосым болған. Ал осы дәстүр Шыңғыс хан заманына дейін жалғасып келген. Яғни Темужин андасы Жамұқаны теріге орап, суға ағызып өлтіреді. Бұлғын, түркі, Моңғолдағы хан, қаған, ақсүйектер арасындағы салт. Ал исламда Жебірейіл періштенің біздің пайғамбарымыздың тамған қанын жерге түсірмей жинап жүретіндігі, әйтпесе жер шары дереу құрғап, тіршілік тоқтайтындығы айтылған. Манағы айтылым бойынша Сәнби, түрік, Моңғол жұрттарының хан қағандары дерлік Ибрахим пайғамбардың осы 3 ұлына қатысты болмақ. Сондықтан олардың көздері қара емес, біраз көкшілдеу, я сарғыш болған. Ал ертедегі моңғолдар, қияттар, осындай көзділерді бөржігін әулеті деп атаған. Шыңғыс хан да осы бөржігінге жатады. Ертедегі Қытай жұртында да осы тектес патшаның қызыл қаны жайлы әпсаналар бар, бұл да бекер қалмаған. Ал тарихи айтылымдарда әйгілі хан Шыңғыс ханның көзі қара емес, көкшілдеу екендігі, ал шашының да қара емес, сары қызғылттау екендігі жазылған. Бұған қарасақ, Шыңғыс ханның да Ибрахим пайғамбардың осы 3 ұлының ұрпағы болуы неғайбыл емес. Ең кемінде оның ата-бабалары осы 3 киелі ұлға ана жағынан қатысы бар болуы мүмкін.